Сәлем достар, 9-шы сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін осы 4 әріпті жазып үйренетін боламыз. Г әріпінің жазылуы жоғарыдан иірек қылып алып тігірек сызамыз да, сосын төменірек тартамыз қиғашынан. Тура осы видеодағыдай жазып шығасыздар, 2 клетканы қалдырып. Енді Г әріпі осы Г әріпімен ұқсас, белін сызасыздар, айырмашылығы. Келесі Х әріпі жоғарыдан төмен қарай таяқшасын саламыз, содан кейін П әріпі сияқты, немесе осы Г әріпін жазғандағы элементті қосып жазасыздар. Осы екі таяқша мен Г әріпінің элементін салсаңыздар, Х әріпі шығады. Келесі әріп Ц әріпі, бұл жерде мұқият ететіні соңындағы таяқшасын дұрыс салу. Төрт әріпті де жазып аяқтадық. Енді төрт әріпті құралған сөздер жазамыз. Сөздер жазған кезде мұқият етесіздер. Көбінде ыл мен м әріпін жазған кезде алдына кішкене ерек саламыз. Қалғандары осы әріптердің жазылуын дұрыс қоса білу.
барлық сөздерді жазып аяқтадық достар. Енді осы сөздерді сіздер толығымен өздеріңіз толықтырып жазып шығасыздар. Мен сіздерге өзімнің жазылған дәптерімді қазір көрсетемін. Яғни осылай жазып шығасыздар толығымен. Сосын WhatsApp-қа маған фотосын түсіріп жібересіздер. Мен сіздерге дұрыс емесін айтатын боламын.